Нөмірі 1. Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжі. Қашықтықтан оқыту. Практика түрі мектептегі байқау практикасы. Практика жетекшісі Мамықова Гүлбану Тоқтарқызы. Практикант Бердіханова Ғаламқас Мұратқызы. 1. Б сыныбы. Пәні көркем еңбек. Тақырыбы тағам мен сусынның алатын орны. Мамандығы бастауыш білім беру. Ал біліктілігі ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Hello, children. Ал балалар, барлығымыз бірге амандасып алайық. Қайырымды жандар айнала, шеңберге келсін жайлана. Жалық бастан қайта біз, махаббат сөзін айтамыз. Сүйеміз барлық әлемді, әлемдегі бар елді. Бақыттымыз осы біз, қасымызда досымыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты тамақтану режимін сақтау қажеттілігін түсіну. Зиянды тағамдар мен пайдалы тағамдарды ажырата білу. Тамақтану ережесін сақтау денсаулыққа пайдалы екенін түсіндіру. Ал ендеше балалар, келесі бейнероликке назар аударайық. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тағам және сусын, және де оның біздің өмірімізде алатын орны. Онда, балалар, бүгін біз сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін біз бір сөзден құралған әңгіме атты ойын арқылы бөлінетін боламыз. Яғни, суреттен қандай тағамдарды көріп тұрсыңдар? Адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін білесіңдер ме? Я, балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте ұлттық тағамдар, дәнді дақылдар, жемістер, яғни біз осы топты атауларға байланысты топтарға бөлінеміз. Келесі сендерге сұрақтар: денсаулықты сақтау үшін не істеу керек? Қандай тағамдарды жақсы көресіңдер? Денсаулыққа пайдасы жоқ тағамдар болуы мүмкін бе? Бұл сұрақтардың барлығын білу үшін сабағымызды жақсы түсінуіміз керек. Балалар, олай болса, бүгінгі тақырыпқа байланысты маңызды ақпараттарды айтайын. Яғни, адам ағзасына керекті витаминдер туралы. Бұл суретте витамин 1, витамин А, витамин С, сонымен қатар витамин В2 және де балықтағы дәрумендер, сонымен қатар сүт өнімдеріндегі барлық витаминдер көрсетілген. Егер біз бүгінгі тақырыбымызды жақсы түсінетін болсақ, витаминдер туралы да білетін боламыз. Балалар, келесі сөздікпен жұмыс жасайық. Яғни, 3 тілде тағам сөзін айтып шығайық. 1. Тағам, еда, food. Келесі сусын сөзі. Сусын, напиток және де drink. Балалар, келесі біздің бірінші тапсырмамыз тағам және сусын деп аталады. Яғни, қандай? Олардың дәмдері қандай? Мысалы, бал қандай? Тәтті ме, әлде қою ма, немесе қышқыл ма? Сондай-ақ келесі көже, қаймақ, сүт, қымыз, шұбат, тұз, құрт. Осылардың барлығын дәмдерін сәйкестендіріп жазамыз. Жарайсыңдар, балалар. Сіздер бірінші тапсырманы өте жоғары деңгейде орындап шықтыңыздар. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз ботаға көмектес деп аталады. Яғни, бота тағам өнімдерін осылай бөлді. Қатесін тауып түзет. Суреттерді боя. Яғни, сіз қалай бөлеледіңіз? Өсімдік өнімдері және де мал өнімдері. Бұл жақта қандай қателерді көріп тұрсыздар? Соны белгілеп, сонымен қатар суреттерді бояп шығайық. Балалар, өте тамаша. Сіздер екінші тапсырманы өте жақсы деңгейде орындап шықтыңыздар. Осы беттеріңізден таймаңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымызды аспазшы әдісімен кері байланыс арқылы қорытындылайық. Яғни, сізге сабақ толық ұнаған болса, тойдым. Егер толық түсінбесеңіз, әлі де тоймадым. Немесе осы тағамдардың ішінен ұнағаны болса,
барлық тағамдардан маған ұнағаны деп өз ойыңызды жазыңыз. Егер өзіңіз басқа түрде жасағыңыз келсе, мен бұл тағамды былай жасаса деймін деген ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар. Келесіде кездескенше бүгінгі күндеріңізге тек жақсылық тілеймін. Goodbye, children. Have a nice day. Goodbye. 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 Goodbye.